Енді Есет мырза, әттеген. Бірақ сен қаншама мықты 1000 адам емес, 5-6 мың адамның арасынан іріктеліп келген негізі мықты маманның бірі болдың. Оның өзі де, мен ойлаймын, жеңісте. Үлкен рахмет, сенімен қоштасуға біз мәжбүрміз. Ал екінші сынаққа да келіп жеттік. Батырбекте ең үлкен ұпай сенде. Сондықтан да сенде бір басымдық бар. Келесі сынақта біз топ болып жұмыс істейміз. Яғни команда. Сен осы тұрған қасындағы 3 азаматтың арасынан біреуді таңдай аласың. Кімді таңдайтын мен іштей біліп тұрдым. Елдос таңдаймын. Елдос таңдайын. Олай болса, сіз анау ар жағында тұрған астаналық азаматтың қасына барыңыз. Енді Елдос тұрған кезде 4 қана жыл стажы бар. Бізді таңдамас еді. Енді мықты жұмыс істеді, тәжірибелі адам қасында. Батырбек негізінде мен таңдайды деп ойлап тұрдым. Енді жанында тұрып, сезіп тұрдым да, қолымды уже бүйтіп тұрғаннан кейін. Негізі менің осы сайысқа келген кезде ең бірінші сол финалға шықсам, Елдоспен шықсам екен деген ой болды менде. Елдосты өзіме бәсеке көрдім шыны керек. Бәсекелестік бар жерде жарыс жақсы болады деп ойлаймын. Сіздер араларыңыздағы өздеріңіз